Израиль мен Палестина арасындағы қақтығысты толық түсіну үшін алдымен еврейлердің тарихына шолу жасап өтейік. Әуелі Израильде оқытылатын нұсқасын қарастырып, содан соң тарихшылар мойындаған нұсқаға толықтайық. Израильде еврейлердің тарихы библиялық мәтіндерге негізделген. Олардың айтуынша, ежелгі еврейлер Египетте құлдыққа жегіліп, азапта өмір сүрді. Кейін Синай түбегінде қажу кезінде еврейлер Құдайдан Тәурат пен Хананнан жерді иеленуге уәде алады. Дәуд пен Сүлеймен патшалығын құрып, Иерусалимде Сүлеймен ғибадатханасын тұрғызады. Сүлеймен өмірден өткен соң, қуатты еврей патшалығы Израиль және еврей патшалығы болып екіге бөлінді. Біздің дәуірімізге дейін 6 ғасырда вавилондықтар қос патшалықты жаулап алып, қала қамалдарын күл талқан етті. Тіпті Сүлеймен патша салдырған ғибадатхананы түгін қалдырмай тонап, Ирандыға айналдырып жіберді. Ал еврейлерді тұтқынға ретінде Вавилонға айдап кетті. Бұл тарихта Вавилон құлдығы деп аталады. Арада жарты ғасыр өткен соң, еврейлерге елге қайтуға және Иерусалимде екінші ғибадатхананы тұрғызуға рұқсат берілді. Біздің дәуірімізге дейін 70 және 132 жылдары Рим империясы билік құрған тұста екі ірі еврей көтерілістері аяусыз басылды. Иерусалим жермен жексен болып, ал еврейлер Иудадан қуылып, өз елінен жырақта өмір сүруге мәжбүр болды. Археологиялық олжалармен расталған тарихи фактілерге сүйене отырып, біздің дәуірдің 13 ғасырда Ханан аймағы Мысыр жаңа патшалығының бақылауында болды деп айтуға болады. Алайда империяны солтүстікте хеттер мен жағалауға қоныстанған теңіздік филистимляндықтар әлсіретті. Бұл үрдіс мысырлықтардың бірте-бірте бұл аймақтан кетуіне және израильдік пен еврейлік патшалықтың қалыптасуын тездетті. Біздің дәуірдің 6 ғасырда вавилондықтар шабуыл жасап, Иерусалимді күл-талқан етіп, еврейлерді күштеп Вавилонға көшіреді. Парсылар жаңа Вавилонды талқандағаннан кейін еврейлерге отанына қайтуға рұқсат беріледі. Осы кезеңде болжам мен еврейлердің көнеден сақталып келе жатқан тарихи дастаны, аңыз афсаналары, діни өсиеттері мен діни аңыздарының негізінде Таурат жазылады. Біздің дәуірімізге дейін 333 жылы бұл аймақты Ескендір Зұлқарнайын басып алып, екі эллиндік әулеттің ортасында бөлінді. Таурат шығыс жерорта теңізі аймағына ортақ болып есептелетін грек тіліне аударылды. Кейінірек Касмоней патшалығын римдіктер жаулап алып, біздің дәуірімізге дейін 70 жылы Иерусалимдегі ірі көтерілісті басып, екінші ғибадатхананы күл-талқанын шығарады. Біздің дәуірімізге дейін 132 жылы тағы бір ірі көтерілісі басылып, Иерусалим атауы Элия Капитолин болып өзгерді және еврейлерге кіруге тыйым салынды. Алайда оларды Иудейден, яғни қазіргі Сирия Палестинадан толық қудалаған жоқ. Осы кезеңге дейін жерорта теңізінің айналасында көші-қон мен иудаизмге бет бұру нәтижесінде пайда болған көптеген еврей қауымдастықтары бар екені белгілі. Император Константин христиан дінін қабылдап, империяның барлық аймақтарына дінді насихаттай бастайды. Бұдан еврейлердің жағдайы бірте-бірте нашарлай бастайды. 7 ғасырда Араб империясының шапқыншылығы кезеңінде басып алынған жерлерде өмір сүрген еврейлер мен христиандар саны аз болғандықтан тек қосымша салық төлеп қана өз діндерін насихаттауға құқығы болған. 8 ғасырда Хазар патшасы Булан және ақсүйектері иудаизмді қабылдайды. Пиреней түбегінде католиктік реконкистадан кейін сефардтардың еврей қауымдастығының едәуір бөлігі католицизмді қабылдауға немесе елден кетуге мәжбүр болды. Қудаланған адамдар нөпірін жылы қарсы алып, уақытша пана болған Магриб және Осман империясы болды. Еврейлердің тағы бір бөлігі Польша жерінде жасырын өмір сүрді. Себебі Европада өкінішке орай крест жорғынан бастап үнемі қуғынға ұшырап отырды. Польшадағы еврейлер ашкеназилер қауымдастығын құрайды. 18 ғасырға қарай әлемге еврейлер саны миллионға жетті. Олардың басым бөлігі Поляк-Литва мемлекетінде тұрды. Алайда елге оның қуатты көршілері Ресей, Пруссия және Австрия қауіп төндірді. 1772-1795 жылдар аралығында Поляк-Литва республикасын 3 көрші держава толығымен бөлді. Еврейлердің тағы бір бөлігі Ресейде тұрды, бірақ қатаң бақылауда өмір сүруге мәжбүр болды. 1881 жылы патша Александр II өлтіргеннен кейін, оның ұлы мұрагері Александр III таққа отырып, еврейлерге қатысты авторитарлық және репрессиялық саясат жүргізе бастайды.
Нәтижесінде бүкіл елде 100-ге жуық еврейлерге қатыгез және жиі өлімге әкелетін шабуылдар белең алды. Мемлекет бұл жағдайға мүлдем назар аудармады. Салдарынан көптеген еврейлер ақш пен батыс Европаға қашты, ал кейбіреулері Палестинаға жер аударуды ойластырған. Палестинада еврейлер Хавевей Сион тобын құрайды. Мұндағы Сион дегеніміз Иерусалимдегі қырдың атауы. Осы уақытта шамамен 25 мың еврей, негізінен сефардтар, иудаизмнің қасиетті жерлеріне жақын орналасқан Осман империясының ірі қалаларында тұрды. Бұл қауымдастық ескі Ишуф деп аталады. 1882 жылдан бастап жаңа мигранттар, негізінен европалық ашкенази еврейлері біртіндеп жаңа Ишуф құрады. Толық тәрізді келушілер саны көбейе бастады. Алайда Ресейдегі соққылардан қашқан еврейлердің басым көпшілігі ақш, Ұлыбритания немесе Францияға баруды жөн көрді. Франция армиясының капитаны еврей Альфред Дрейфус немістерге жасырын ақпаратты берді деп жалған айыпталды. Елдегі антисемитизмнің өсуі салдарынан Дрейфус ісі жұртқа жария болды. 1895 жылы Парижде Дрейфусты көпшілік алдында жазаға тартылды. Көпшілік арасында австриялық еврей журналисті Теодор Герцель болды. Араға 1 жыл салып, ол бүкіл әлемдегі еврейлердің ассимиляцияға қабілетсіз, бір тұтас халыққа біріктіретін және қуғын сүргіннен құтылу үшін Палестинада немесе Аргентинада өз мемлекетін құруы керек деп кітап шығарды. 1897 жылы 29 тамызда еврей халқының жерін құруға дайындық мақсатында Швейцарияның Базель қаласында алғашқы сионистік конгресті ұйымдастырады. Содан соң Герцель Осман империясының сұлтанына өз ұстанымын білдіру үшін Константинопольге барады. Алайда іс сапары сәтсіз аяқталды. Лондон өз тарапынан еврей колониясына британдық шығыс Африкадағы жерді беруді ұсынды. Бірақ сионисттер тек Палестина жеріне қызығушылық танытып отырғандықтан бұл ұсыныстан бас тартты. Осы уақытта Ресейде қанды ойран соққылардың жаңа толқыны басталып, еврейлердің тағы бір бөлігінің көшіп кетуіне себеп болды. Бұл жылы 10 жыл ішінде шамамен 40 мың еврей Палестинаға қоныстанды. Олар Тель-Авив жағалауына негізделіп, ауылдық аймақтардан жерлер мен батпақтарды сатып алып, оларды игеріп, жеке меншігі жоқ автономды ауыл шаруашылық қауымдастықтарын құрады. Сонымен қатар, 15 ғасырда тек діни мақсатта пайдаланылған иврит тілі біртіндеп модернизацияланып, еврей қауымдастығында қайтадан ауызекі тілге айналды. 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталды. Осман империясы үштік одақ елдерінде мүше болып, Ұлыбританияға қарсы бірнеше майдандар ашады. Біреуі стратегиялық маңызды Суэц каналы бағытында, екіншісі Дарданеллде, ал үшіншісі британиялық әскердің едәуір бөлігі жеңіліске ұшыраған Месопотамияда орналасқан. Нәтижесінде соғыс аяқталған соң Осман империясының аумағы біраз бөлігі Франция мен Ұлыбританияның пайдасына бөлінді. Уинстон Черчилль Транс-Иордания мен Ирактың жерлеріне Хусейн бин Алидің 2 ұлын басшылыққа отырғызады. Ал Иордан өзенінің батысында орналасқан Палестинаны сол жерде тұратын 600 мың мұсылман мен 70 мың христиандардың қарсылығына қарамастан еврей халқы үшін ұлттық ошақ құруға қалдырады. Палестинада еврейлер саны аз болғанына қарамастан, олардың 80 мыңы еврей жұмысшыларының одағына кіреді. Және өзін-өзі қорғау қарулы тобы Хагананы құрайды. Сонымен қатар, бейресми Ишуф үкіметі ретінде қызмет ететін Палестина еврей бюросын құрады. Европа жерінен еврейлердің иммиграциясы Ұлыбританияның қолдауымен жеделдетті. Алайда арабтар бұл жаңа мигранттарды басқыншылар ретінде қабылдап, еврейлерге қысым көрсете бастады. Арабтардың саны едәуір көп болғанымен, ауызбіршілігі жоқ. Сол себепті беделді отбасылар арасындағы қақтығыстардың кесірінен ел бөлініп кетті. 1933 жылы Германияда Гитлер билікке келіп, еврейлердің қоғамнан ұлт ретінде жою үшін қудалау саясатына бастайды. Еврейлердің біраз бөлігі
Палестинаға қашады. Еврейлердің толассыз ағынмен келуіне наразы болған арабтар Иерусалимнің ұлы муфтия Амин әл-Хусейни бастаған жоғарғы араб комитетін құрады. Ол еврей иммиграциясын дереу тоқтатуды талап етіп, Ұлыбритания әкімшілігіне қарсы жалпы ереуіл ұйымдастырады. Ереуіл партизандық соғысқа ұласып, британдықтар мен еврейлерге бір қатар шабуылдар жасалды. Бұған жауап ретінде Хагананың ең радикалды мүшелері құрған әскери ұйым Иргун бірнеше жойқын шабуылдар ұйымдастырып кек алады. Өз тарапынан Ұлыбритания әскери күштерді бағыттап, көтерілістерді аяусыз басады. Бірақ ол екі қауымдастықты біріктіретін мемлекет құру қиын болатынын түсініп, британдық мандат бойынша Иерусалимге дейінгі жер учаскесін сақтап қалып, Палестинаны еврей және араб мемлекетіне бөлу туралы ойланады. Алайда көршілес араб елдері алғаш рет бірігіп Палестинаның бөлінуіне және еврей мемлекетінің құрылуына қарсы екенін мәлімдеді. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Ұлыбританияға Ирак мұнайы өтетін шығыс жерорта теңізінің бақылауда сақтау үшін, сондай-ақ Суэц каналына қорғау үшін сол аймақтан одақтастар іздей бастайды. Ел өз саясатын түбегейлі өзгертіп, келесі 10 жыл ішінде еврейлер халықтың 3/1 бөлігінен аспайтын бір тұтас мемлекет құруға міндеттенеді. Нәтижесінде еврейлердің иммиграциясына қатаң шектеу қойылады. Мұндай өзгерістер арабтар мен шиеленісті жеңілдетіп, бүліктің аяқталуына әкелсе де, еврейлер бұл әрекетті сатқындық деп қабылдады. Екінші дүниежүзілік соғыстың басында Италия Палестинаны бомбалап, Ливиядан Мысырға шабуыл жасайды. Британдық шабуылға тойтарыс бергеннен кейін неміс әскері баса көктеп кіріп, жеңіске жетті. Хагана Палестинаға басып кіруден қорқып, арнайы соғысқа дайындықтан өткен элиталық бөлімше Пальмахты құрады. Соңында немістер Египеттен қуылады. Шамамен 1943 жылы фашистік Германияның еврейлер геноцидін ұйымдастырып жатқаны жайында ақпарат тарала бастады. Осы кезеңде еврейлер бюросының төрағасы Дэвид Бен-Гурион 1 миллион еврейдің Палестинаға көшіп келуіне жоспарлайды. Мұның басты мақсаты сионистік жобаны нығайту еді. Соғыс аяқталған соң Холокостан аман қалған 250 мыңдай еврей Палестинаға қоныс аудармақшы болады. Бірақ Ұлыбритания өз саясатын сақтап, олардың келуіне тосқауыл жасайды. Сол себепті Хагана еврейлердің иммиграциясын жасырын түрде ұйымдастыра бастайды. Қолға түскен еврейлерді Кипрдегі лагерлерге жіберіп отырды. Британдықтардың келісімге келмеуімен бетпе-бет келген Пальмах, Иргун және Лехи атты жаңа қаруланған террористік топ Ніл мен Ифраттың ортасынан еврей мемлекетін құруды армандап, британдықтарға қарсы диверсиялық әрекеттер мен жарылыстар ұйымдастырады. 1946 жылы 22 шілдеде Иргун ұйымы Иерусалимде Британ әкімшілігіне қарсы қанды теракт жасайды. Қиын жағдайда қалған біріккен корольдік сионисттер мен араб ұлтшылдары арасында келісімге жете алмайтынын түсініп, палестиналықтар мәселесін жаңадан құрылған біріккен ұлттар ұйымына тапсыруды шешеді. Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық комитет құрып, аумақты екі мемлекетке бөлуді, ал Иерусалимді халықаралық бақылауға қоюды ұсынды. Жоспар ақш тарапынан қолдау алып, мұсылман елдерінің қарсылығына қарамастан қабылданады. Сионисттер үшін бұл маңызды жеңіске айналды. Өйткені олар алғаш рет халықаралық мойындауға ие болды. Алайда бүкіл араб әлемі бұл жоспарға және еврей мемлекетінің құрылуына қарсы шығады. Ірі қалаларда еврейлер мен арабтар арасындағы зорлық-зомбылық тез өршіп, азаматтық соғысқа ұласады. Бен-Гурион британдықтар кеткеннен кейін арабтар мемлекеті соғысқа кірісетінін түсініп, ишуфтарды дайындады.
Әскерге шақыру жасындағы халық жұмылдырылды. Екінші дүниежүзілік соғыстан қалған қару-жарақ, оқ-дәрі және артық құрал жабдықтар сатып алу үшін Европаға жасырын түрде эмиссарлар жіберіледі. Ақырында Киевтен шыққан беделді әйел Голден Мейер ақш-қа аттанып, ауқатты еврей қауымынан соғысқа арнап шамамен $30 миллион көлемінде қайырымдылық алады. Қақтығыс тез арада қалалардан ауылдық жерлерге ауысады. Еврей қауымы шашыраңқы болғандықтан, арабтар жабдықтау керуендеріне шабуыл жасап, жолдарды бақылауға алады. Иерусалимде тұратын 100 000 еврей қоршауда қалады. Ал бұл уақытта жаңадан құрылған араб азаттық армиясының алғашқы еріктілері аймаққа кіреді. Зорлық-зомбылықтың күшеюіне тап болған ақш Біріккен ұлттар ұйымының аумақты бөлу жоспарын қайта қарауды ойластырады. Жағдайдың шұғыл екендігін түсінген Бен-Гурион аумақтық тұтастықты қамтамасыз етуге бағытталған әскери жоспар ұсынады. Оның ойынша, майдан шебінің әр жағындағы бірде-бір араб ауылы ішкі қауіп төндірмеуі немесе болашақта араб әскерлерінің тірек нүктесіне айналмауы тиіс. Сондықтан олар жойылып, тұрғындары қуғынға ұшыратылуы немесе қатаң бақылауға алынуы керек. Бұл жоспар тек әскери мақсатта жасалды ма, әлде этникалық тазартуға бағытталды ма деген сұрақ әлі күнге дейін талқылануда. Чехословакиядан жасырын түрде қару ала бастаған Хагана шабуылға шығады. Иерусалимге апаратын жолда қайта бақылауға алып, оның маңындағы биік жерлердегі араб ауылдарын басып алады. Содан соң Иргун мен Лехи, Дейр Ясинде қырғын ұйымдастырды. Бұл әрекет араб халқы арасында үрей тудырып, адамдардың көбін қашуға мәжбүр етеді. Көршілес араб елдері соғысқа дайындалуда, бірақ олардың әрқайсысы өз мүдделерін қорғайды. Абдулла I Палестинаны сол жерде тұратын еврейлерді қорғауға уәде беріп, Иорданияға қосқысы келеді. Басқа мемлекеттер өз әскерлерін бақылауда талап етеді. Бұл шабуылдың үйлестірілмегендігін білдіреді. 1948 жылы 14 мамырда Тель-Авивте Бен-Гурион Израиль мемлекетінің тәуелсіздігін жариялады. Түн ортасында британдық мандат аяқталып, келесі күні араб әскерлері Израильге қарсы соғысқа кіріседі. Премьер-министр болған Бен-Гурион барлық еврей қарулы күштерін Израиль қорғаныс армиясы немесе IDF деп аталатын ұлттық армияға біріктіреді. 11 маусымда Біріккен ұлттар ұйымы бітімгершілікке келеді. Бұл Мәскеудің қолдауымен Чехословакиядан қару-жарақ, атап айтқанда ауыр қару-жарақ әкелуді жалғастырып отырған Израильге тиімді болды. Бітім аяқталғаннан кейін Сахал небәрі 10 күнде Тель-Авив пен Иерусалим арасындағы ірі қалаларды басып алып, араб халқын шығысқа қарай қуып жіберді. Солтүстіктегі Назаретте басып алынды. Бұл жолы жергілікті христиандар қудаланбады. Екінші бітім жарияланып, оның барысында Газада араб елдерінің қолдауымен Палестина үкіметі құрылды. Ол елдерінің қатарына Иордания енбеді, себебі әлі де осы аумақты басып алғысы келеді. Израильмен жікшілік келіссөздер басталып, түрлі бітімге қол қойылды. Нәтижесінде ол көптеген территорияға, соның ішінде Батыс Иерусалимге ие болады. Египет Газа секторын бақылауға алады, ал Иордания өз аумағына Иордан өзенінің батыс жағалауына қосады. 700 мыңға жуық араб өз еркімен немесе соғыстан қашып Газадағы босқындар лагеріне, Иордан өзенінің батыс жағалауына және көрші елдерге қоныс аударады. Араб мемлекеттер лигасы мен Біріккен ұлттар ұйымы босқындары оралуына рұқсат бергісі келгенімен Израиль қарсы. Арабтарға қарсы болғанмен, еврейлердің иммиграциясына, атап айтқанда Йемен және Ирак жерлерінде қуғын сүргінге ұшыраған ежелгі еврей қауымдастықтарына есігін айқара ашты. Небәрі 3 жылдың ішінде Израиль халқы 2 есеге артып, шамамен 1,4 миллион адамды құрады. Жаңа шекаралардың ашықтығы жағдайына кейбір араб босқындары бұрынғы ауылдарына оралуға тырысса, басқалары қарақшылық рейдтер немесе шабуылдар ұйымдастырды.
Израиль шабуылдарға жауап қайтару үшін Ариэль Шарон бастаған 101 бөлімшесін құрады. 1953 жылы 14 қазанда бұл бөлім Кибия ауылына түнгі рейд жасап, оны күл-талқан қылып қиратып, халқын жойып жіберді. Оңтүстікте көптеген рейдтер мен шабуылдар орын алатын Египет шекарасында да қарқынды шиеленіс орын алуда. 1956 жылы Египеттің жаңа президенті Гамаль Абдель Насер Франция мен Ұлыбританияға зиян келтіріп, Суэц каналын ұлттандырды. Жауап ретінде бұл елдер Мысырға шабуыл жасау туралы ұсыныспен Израильге жасырын түрде жүгінеді. Израиль армиясы Синайды тез жаулап алды. Алайда қырғи қабақ соғыс жағдайында КСРО мен ақш шабуылды тоқтатуға араласады. Израиль Синайды Египетке қайтаруға мәжбүр болды. Соған қарамастан ол қару-жарақпен қамтамасыз ететін ядролық реактор құруға көмек беруге дайын. Франциямен одақтасады. 1963 жылы реактор қолданысқа беріліп, плутоний өндірісін бастауға мүмкіндік берді. Израиль өзінің ядролық бағдарламасы туралы ақпаратты қатаң құпияда сақтады. 1964 жылы Араб мемлекеттері Лигасы Палестинаны азат ету ұйымын құра отырып, негізгі Палестина топтарын біріктірді. Ол террористік актілер арқылы Израильге қарсы қарулы күресті бастайды. Шабуыл мақсаты ауыл шаруашылығын дамыту және елдің орталығын қоныстандыру үшін Галилея теңізі суларының бір бөлігін бұратын жаңа су құбыры. Араб елдері бұл жобаны көл көздерін бұруға арналған арналарды салып бастау арқылы тоқтатуға тырысты. Алайда шекарадағы қақтығыстарды пайдаланып, Израиль құрылыс алаңын бұзып тастайды. Шиеленіс қайта көтеріліп, Нассер өз әскерлерін Израиль шекарасына орналастырып, Израильдің Эйлат портына кіруіне тосқауыл қою үшін Тиран бұғазын қоршауды ұйымдастырады. Израиль мұны соғыс жариялау ретінде қабылдап, соққы жаудырған Египет пен оның одақтастары Сирия мен Иорданияға шабуыл жасай бастайды. Израиль небәрі 6 күнде жеңіске жетіп, Синай түбегін, Голан биіктерін және палестиналық аумақтарды өз бақылауына алады. Біріккен ұлттар ұйымының басып алынған аумақтардан әскерлерді шығаруына қарамастан, алғашқы израильдік қоныс аударушылар ол жерлерде қауымдастықтар құра бастайды. Палестинаны азат ету ұйымының жаңа жетекшісі Ясир Арафат Иорданияда баспана тауып, Израильге қарсы шабуылдарын күшейтеді. Ол билікке ие болып, Иордания королін құлатуға әрекет жасайды. Алайда сәтсіздікке ұшырап, өз еліндегі палестиналықтарға шабуылдарға кіріседі. Ақырында Ясир Арафат Ливанға қашып кетіп, онда Израильге қарсы қарулы күресті, соның ішінде әлем бойынша лаңкестік әрекеттерді жалғастырады. 1972 жылы Мюнхен олимпиадасы кезінде палестиналық топ Израиль делегациясын кепілге алып, 11 спортшыны өлтірді. 1973 жылдың 6 қазанында Синай түбегі мен Голан биіктерін қайтаруды мақсат еткен Египет пен Сирия кенеттен Израильге шабуыл жасады. Алғашында Израиль қиын жағдайға тап болды, бірақ небәрі бір апта ішінде ақштың әуе көпірі арқылы қару-жарақпен қамтамасыз етуі арқасында үстемдікке ие болады. Жауап ретінде араб елдері мұнай өндіруді азайтып, бағасын көтерді. Сондай-ақ Израильдің одақтастарына қарсы мұнай эмбаргасын енгізді. Бітім туралы келісімге қол қойылып, Израиль мен Египет арасында алғашқы келіссөздер басталды. 1977 жылы Египет президенті Анвар Садат Израильге ресми сапармен барған алғашқы араб мемлекетінің басшысы болды. 2 жылдан кейін екі ел бейбіт келісімге қол қойды. Египет Израильді мойындап, Синай түбегін қайтарып алады. Оңтүстік шекараны қауіпсіздікпен қамтамасыз еткеннен кейін, Израиль Ливанға назар аударады. Ондағы саяси тұрақсыздық Палестинаны азат ету ұйымының пайдасына шешіліп, Сирияның қолдауымен Израильге қарсы шабуылдарын жалғастырады. Израиль әскері Ливанның оңтүстігіне басып кіріп, Бейрутты қоршауға алғаннан кейін, Палестинаны азат ету ұйымын Туниске көшуге мәжбүр етеді. 1985 жылы Израиль Тунисте ООН-ның жаңа штаб пәтерін бомбылайды.
1987 жылдың соңында Газа секторында палестиналық халық тас және молотов коктейльдермен қаруланып, Израильдің оккупациясына қарсы көтеріліс жасады. Бұл бірінші интифаданың басталуы. Зорлық-зомбылық тез күшейіп, барлық оккупацияланған аумақтарға таралды. Аяқ асты басталған бүлік радикалды ұйымдар, соның ішінде Израильге қарсы жихадты қолдайтын мұсылман бауырларының мүшелері құрған Хамас сияқты исламшыл ұйымдарының бақылауына өтеді. Ясир Арафат керісінше өз саясатын жұмсартады. Ол Алжирде Палестина мемлекетін жариялап, Израильді мойындап, оған қарсы кез келген лаңкестік әрекеттен бас тартады. Бір жыл ішінде 87 мемлекет Палестинаны мойындады. Кейін алғашқы кездесулер өтіп, 1993 жылы Ясир Арафат пен Израиль премьер-министрі Ицхак Рабин арасында тарихи алғашқы келісімге қол қоюмен аяқталды. Олар бір-бірін өзара мойындап, Израиль палестиналық ірі қалаларды әскерін біртіндеп шығаруға міндеттеледі. Алайда екі тараптың радикалдары бұл жақындасуға қарсы шығып, кез келген келісімді бұзуға тырысты. 1994 жылы 25 ақпанда Хевронда Израильдік лаңкес мешітте 29 палестиналықты өлтірді. Келесі жылы Тель-Авивте еврей студент-экстремист Ицхак Рабинді өлтіреді. Израильді мойындауға қарсы Хамас ел бойынша лаңкестік әрекеттер толқынын ұйымдастырды. 2000 жылы ақш президенті Билл Клинтон Израиль премьер-министрі Ихуд Барак пен Ясир Арафатты жаңа келіссөздерге шақырды. Бұл жолы олардың сәтсіздікке ұшырауының себебі палестиналық босқындарды қайтару. Әр тарап өз астанасы деп есептейтін Иерусалимнің мәртебесі қаланың қасиетті орындарына бақылау сияқты күрделірек мәселелер болды. Мұсылмандар бұл жерді күмбез және Әл-Ақса мешіт орналасқан қасиетті орын деп санайды. Бірақ бұл жер еврейлер үшін де қасиетті, өйткені мұнда екінші храмның және Сүлеймен храмның қирандылары бар. 28 қыркүйекте іс-сапармен саясаткер Ариэль Шарон келді. Палестиналықтар мұны арандатушылық деп қабылдайды. Наразылықтар басталып, тез күшейе кетті. Бүлікті басу әрекетіне жауап ретінде Израиль ел бойынша жаңа лаңкестік шабуылдар толқыны басталды. Араб мемлекеттер лигасы Израильге оккупацияланған аумақтардан толық кету үшін бейбітшілік мойындау және қарым-қатынастарды қалыпқа келтіруді ұсынды. Бірақ премьер-министр болған Ариэль Шарон бұдан бас тартып, тіпті Израиль әскерін батыс жағалауды толық бақылауда ұстауға бұйрық берді. Сонымен бірге ол бүкіл шекара бойы мен қоршау қабырғасын салуды бастады. Ресми түрде лаңкестік шабуылдардан қорғау мақсатында салынғалы жатқан оның периметрі жаңа аумақтарды қамтиды. Қабырғаның құрылысы Біріккен ұлттар ұйымы мен халықаралық сот тарапынан айтарлықтай сынға ұшырайды. Шиеленісті азайту үшін Ариэль Шарон Газа секторындағы 21 израильдік қонысты жойып, тұрғындарды оның аумағынан шығарады. 2006 жылы Палестинада сайлау өтті. Оны Евроодақ пен ақш-та лаңкестік ұйым деп саналатын Хамас жеңіп, оның жетекшісі Исмаил Хания премьер-министр болады. Бірақ көп ұзамай Хамас пен оның басты бәсекелесі Фатх арасында қарулы қақтығыс басталды. Фатх батыс жағалауда, ал Хамас Газа секторын толық бақылауға алды. Израиль Египеттің қолдауымен бұл аймаққа блокада қолданады. 2 миллион халқы бар ел халықаралық көмексіз Хамастың бақылауында болған 365 шаршы километр жерге қамалады. Хамас Израильді үнемі зымырандарын атқылап отырады. Бұған жауап ретінде Израиль Газа секторын бомбалап, оған басып кіреді. Хамас қолдан алатын барлық инфрақұрылымды, оның ішінде қоғамдық нысандарды жойғаннан кейін Цахал кетті. 2012 жылы Палестина Біріккен ұлттар ұйымында бақылаушы мәртебесін алады. Келесі жылы ақш президенті Барак Обаманың ұсынысымен бейбітшілік туралы жаңа келіссөздер ұйымдастырылады. Бірақ ол да сәтсіздікпен аяқталды. Себебі келіссөздер барысында Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху басып алынған аумақтарды қоныстандыруды жеделдетті. Сонымен қатар Фатх пен Хамас өзара қақтығысты реттеуге тырысты. Бұл Нетаньяхуға ұнамай, ол келіссөздерден шығады.
Осыдан кейін Нетаньяху Хамас тарапынан Израильге зымырандарды шабуылдарға жауап ретінде Газа секторына жаңа шабуыл бастайды. 18 000 тұрғын үй және қоғамдық инфрақұрылымның едәуір бөлігі, соның ішінде жалғыз электр станциясы қиратылды. Соғыстан кейін Израиль шекараның бойымен жер астынан өтетін туннельдерге тосқауыл қою үшін бірнеше метрге дейін созылатын қабырғаны тұрғыза бастайды. 2017 жылы Дональд Трамп ақш президенті болып сайланды. Осы жылы ол Иерусалимді Израильдің астанасы ретінде мойындап, ақш елшілігін сол жерге көшіруге дайындады. Палестиналықтар үшін бұл жаңа арандатушылық болды. Газа секторында блокаданы аяқтау және босқындарды өз жерлеріне қайтару талаптарын қойып, ресми түрде бейбіт марш өткізілді. Арандатушылықтары өршіп кеткендіктен, олардың кейбіріне Израиль оқ атып жауап берді. 2020 жылы Трамп Израиль, Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн, Марокко және Судан мемлекеттері арасында қарым-қатынастың қалыпқа келуіне қол жеткізді. Келіссөздер барысында палестиналықтардың мүдделері мүлдем ескерілмеді. 2023 жылдың 7 қазанында Хамас Израильге аумақты шабуыл жасайды. Лаңкестер шекаралық қоршаудан өтіп, 1139 адамды өлтіріп, шамамен 250 адамды кепілге алды. Бағзы тәртіпке оралу үшін Израильдің бір аптадай уақыты кетеді. Содан кейін Газа секторының барлық аумағын бомбалап басып кірді. Бұл мәтін дайындалып жатқан сәтте Израиль әрекетінің нәтижесінде 32 000-нан астам палестиналық қаза тапты. Бүгінде израильдік палестиналық қақтығыс бұрынғыдан бетер шиеленісіп кеткендей көрінеді. Жауапсыз сұрақтардың шешімсіз мәселелердің саны көп. Мәселен, 5,9 миллион босқынның мәртебесі белгісіз. Олардың 1,5 миллионы әлі күнге дейін ата-баба жеріне оралу үмітімен лагерлерде тұрып жатыр. Иерусалимнің мәртебесі оны әр тарап өз астанасы деп санайтын, сондай-ақ оның қасиетті орындарына бақылау мәселесі әлі де даулы болып қалуда. Кейбір еврейлер ғибадатхана тауларында 3-ші ғибадатхананы салуды армандайды. Иерусалимнің батыс және шығыс жағалауында тұрып жатқан 700 000 еврейдің жағдайы да үлкен сұрақ болып тұр. Оларға Израиль заңнамасы қолданылатын болғандықтан, демонстрация үшін 10 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін палестиналықтарға қарағанда көбірек құқықтарға ие. Бейбітшілік орнаған жағдайда палестиналықтармен не болмақ? Израиль мен Палестина арасындағы шекара қалай белгіленбек? Газа секторындағы қазіргі гуманитарлық жағдай апатты жағдайда және бұл аумақты толықтай қалпына келтіру қажет. Америка құрама штаттары мен Европалық одақ Израильдің ең үлкен одақтастары болып қала береді. Иран керісінше ең қас жауы болып табылады. Ол Ливаннан Израильге үнемі соққы беріп тұратын Хезболлаға, Йемендегі Израиль мен оның одақтастарының кемелеріне, Қызыл теңізде шабуыл жасайтын хуситтерге және Хамас пен палестиналық ислам жихады сияқты палестиналық топтарға әскери қолдау көрсетеді. Сонымен қатар, Хамас көшбасшылары орналасқан Катардан айтарлықтай қолдау алып отыр. Ақпарат Геоистория каналынан алынды.